Сәлеметсіздер ме, құрметті ұстаздар және бірінші сынып білім алушылары. Математика сабағына қош келдіңіздер. Бірінші сынып, екінші бөлім, 70-ші сабақ. Тақырыбымыз кері есептер. Бүгінгі сабақта кері есепке талдау жасауды үйренеміз және шығаруды үйренетін боламыз. Ең алдымен кітабымыздағы бірінші тапсырмаға назар аударайық. Есептер құрастырып, оларды шығар. Мына суретке қарап отырайық. Суретте Әлия мен Сырымды көріп отырсыңдар. Балалар орманға саңырауқұлақ теруге келді. Олар томарқұлақ және арыш деген саңырауқұлақ түрлерін жинаған екен. Суретте көрсетіліп отыр. Томарқұлақ дегеніміз ақ түсті, арыш дегеніміз қоңыр түсті саңырауқұлақ екен. Енді олар томарқұлақтан неше жинапты? 5 томарқұлақ тапса, арыштан 3 тапқан екен. Барлығы қанша саңырауқұлақ жинады? Дұрыс айтасыңдар, барлығы бізде 8 саңырауқұлақ жинады. Енді балалар, осы есептің астындағы мына кестеге назар аударыңдаршы. Есептердің қандай айырмашылығы бар? Не байқадың? А, Ә және Б есептері берілген. Есептерді бақылап отырсақ, барлық есепте де томарқұлақ бар. Барлық есепте де арыш бар. Бірақ айырмашылығы балалар. Бұл жерде әр қайсының сұрағы әртүрлі қойылған. Мысалы, А есебінде томарқұлақ 5 дана, арыш 3 дана, барлығы қанша дана деп барлығын сұрап отыр. Барлығын біз қосу амалы арқылы табатын болғандықтан 5 пен 3-ті қосып 8 екендігін тауып отырмыз. Яғни барлығы 8 дана саңырауқұлақ бар екенін таптық. Екінші Ә тапсырмасына қарайық. Бұл жерде томарқұлағымыз 5 дана, барлығы 8 дана, бірақ арышымыз белгісіз. Арышты табу үшін барлық саңырауқұлақтан, яғни 8 саңырауқұлақтан 5 дананы алып тастаймыз. 8-ден 5 алсақ 3. Яғни жауабы 3 дана арыш бар екендігін таптық. Үшінші Б тапсырмасына назар аударайық. Бұл жерде барлығы 8 дана саңырауқұлақ, арыш 3 дана, томарқұлақ қанша деп томарқұлақты сұрап отыр. Томарқұлақты табу үшін барлық саңырауқұлақтан арышты азайтамыз, яғни 8-ден 3-ті азайтамыз. Сонда 5 шығады, томарқұлағымыз 5 дана. Бұл балалар өзара кері есептер деп аталады. Себебі бұл есептерде барлық ақпарат бірдей болғанымен, олардың сұрақтары әртүрлі. Есімізге сақтайық. Мұндай есептерді кері есептер, яғни өзара кері есептер деп атаймыз. Есептің шартындағы белгілі шама ізделенетіні шамаға айналатын есепті берілген есепке кері есеп деп атайды екенбіз. Енді осы орындаған тапсырмамыз дәптеріміздегі бірінші тапсырма болып табылады. Енді өзіміз осы тапсырманы бірге орындап көрейік дәптерімізде. Кәнеке санайық. Арыштан нешеу бізде? 3. Томарқұлақтан нешеу? Санайық. 7 дана бар екен. Барлығы белгісіз. Барлығын табу үшін 3 арышқа 7 томарқұлақты қосамыз. Барлығы бізде 10 дана саңырауқұлақ болды. Енді балалар, дәптеріміздегі Ә тапсырмасына қарайықшы. Осы А тапсырмасына кері есеп құрастыратын боламыз. Әсінде арышымыз 3 дана деп аламыз. Барлығы 10 дана деп аламыз. Ал томарқұлағымыз белгісіз. Біз бұл есепте томарқұлақты табуымыз керек. Оны табу үшін 10-нан 3-ті азайтамыз. Сонда томарқұлағымыз 7 дана екендігі белгілі болды. Кітабымыздағы номер 2 тапсырмаға назар аударайық. Есептерді шығар, оларды салыстыр. Бұл жерде де А, Ә, Б есептері өзара кері есептер болып табылады. Сондықтан мұқият сұрақтарға жауап берейік. А. Әлия 10 саңырауқұлақ, ал Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Екеуі бірге неше саңырауқұлақ терді? Әлиямыз 10 терсе, Сырымымыз 20 теретін болса, екеуі бірге барлығы 30 саңырауқұлақ терді. Яғни 10-ға 20-ны қоссақ 30 болады.
Келесі әсіне қарайық. Әлия мен Сырым екеуі бірігіп 30 саңырауқұлақ терді. Әлия 10 саңырауқұлақ терді, Сырым неше саңырауқұлақ терді деп сұрап отыр. Яғни Сырымның неше тергенін білуіміз керек. Ол үшін барлығы 30 саңырауқұлақтан 10 саңырауқұлақты азайтамыз. Яғни Сырымның тергені 20 саңырауқұлақ. Б есебіне қарайық. Әлия мен Сырым екеуі 30 саңырауқұлақ терді. Сырым 20 саңырауқұлақ терді. Әлия неше саңырауқұлақ терді? Ол үшін барлығы 30 саңырауқұлақ болса, одан 20-ны азайтсақ 10 саңырауқұлақ. Яғни Әлияның терген саңырауқұлағының саны 10 екен. Бұл есептер өзара кері есептер деп аталады екен балалар. Кітабымыздағы 4-ші тапсырма математика күнделікті өмірде. Математикалық жарыс тапсырмасын орындайық. Сөреден мәреге. Кәнекей бірге отырып есептейік. 5 қосу 2, 7, 7 азайту 4, 3, 3 азайту 2, 1, 1 қосу 3, 4, 9 азайту 3, 6, 6 қосу 4, 10, 10 азайту 2, 8, 8 азайту 3, 5. Жарайсыңдар. Балалар, енді дәптерлеріме жұмыс жасап, 3-ші тапсырманы өздерің орындап көріңдер. Бұл жерде бір таңбалы сандарды қосу және азайту тапсырмасы берілген. Кәнекей әркім өзі орындайды және орындаған жұмысын тексеретін боламыз. Өзіңді тексер. 8 азайту 6 тең 2, 3 қосу 4 тең 7, 3 азайту 0 тең 3, 4 азайту 3 тең 1, 0 қосу 9 тең 9, 2 азайту 1 тең 1, 1 қосу 7 тең 8, 4 азайту 1 тең 3, 6 қосу 4 тең 10.